Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бәліштер дайындаймыз. Ол үшін бізге сүт қажет болады, су қажет болады. Немесе тек қана сүттен, тек қана судан жасасаңыз да болады. Және сұйық май, ұн, дрожж, қант және тұз қажет болады. Ең алдымен жылып тұрған сүтімізді ыдысымызға құйып, оған 1 шай қасық қантымызды салып, 2 шай қасық дрожжымызды салып, кішкене араластырып бетін жауып қоямыз. Міне біздің аппара дайын болды. Енді осыған қалған ингредиенттерді қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай кішкене қолға жабысатын болып шығады. Соған кішкене сұйық майды құйып, бетін жауып, 1 сағат шамасына қойып қоямыз. Келесі салмасын жасауға кірісеміз. Картопты алдымен суға қайнатып аламыз. Бірақ бізге бұл жерде 2 картоп жеткілікті болады. Тұзын салып, дайын болғанға дейін пісіреміз. Келесі көтерілген қамырымызды тағы бір басып қоямыз. Екінші рет басқан соң 20 минут жарты сағат шамасына ұстауыңызға болады. Келесі картопымыз дайын болды. Оған кішкене сары майды қосып, осылай біркелікті етіп езіп аламыз. Келесі салмасына пияз қосамыз, бірақ ол өзіңіздің қалауыңызша қоспасаңыз да болады. Пиязды осылай алдымен ұсақтап турап, қызып тұрған майға қуырып аламыз. Міне пиязымызды осындай болғанға дейін қуырып алдық. Енді картопымызға қосып, қара бұршымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Бәліштерді дайындауға кірісеміз. Ең алдымен өзіңізге ыңғайлы бөліктерге бөліп аламыз. Жұмыс істейтін орныңызды сұйық маймен жаққаныңыз жөн. Өйткені ұнмен жұмыс істесеңіз, майыңыз қарайып күйіп кетеді. Барлығын осындай шар тәрізді формаға келтіріп, барлығын бөліктерге бөліп аламыз. Содан кейін беттерін осылай жауып қоямыз. Шетінен ала отырып, қалған бәліштерімізді дайындаймыз. Келесі бәліштерімізді орташа отта 2 жағынан қуырамыз. Міне бәліштеріміз дайын болды. Осындай жұп-жұмсақ, ішіндегі салмасы өте дәмді болып шығады. Дайындап көруге кеңес беремін.
менің каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісіп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз.